Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай керемет шиенің шырынын жасаймыз. Натуральный сок дейді ғой, өте қою әдемі болып шығады. Ол үшін шиелерімізді жуып тазалап алып, осылай таяқшаның көмегімен сүйектерін бәрін алып тастадым. Сіздерде су ішетін трубочка болса, онымен де алсаңыздар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай бәрін тазалап аламыз. Осылай шиелерімізді тазалап болғаннан кейін блендермен өткіземіз. Шиені медицинада гемоглобинді көтеру, қан тоқтату, суық тигенде ыстықты басуға, іш тоқтатуға, қан аздыққа, жүйке ауруларына, бронхитте, жөтел мен қақырық шығаруға қолданады. Шиеден шырын, тосап, компот, жем, шарбат жасайды. Шие аспаздықта түрлі десерттер жасауға да қолданылады. Сол үшін шиені қыстыгүні көбірек жеуге кеңес беремін. Қазірден бастап шиеден компот, тосап, жем жасап тастаңыздар. Өте пайдасы көп екен шиенің. Сол үшін осылай компот, натуральный сок жасауға кеңес беремін. Блендерден өткізген шиеміздің үстіне бірге біз су құямыз. Осыны жақсылап араластырып, ситадан өткіземін. Барлық шиелердің бәрін осылай өткізіп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, біздің қазақ қыздарымызды, қазақша каналдарымыздың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай қайнататын кастрюльме құйып, газге қоятын боламын. Барлығын осындай ситадан өткізіп болдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай қою әдемі болды. Енді осыны газге қойып қайнататын боламыз 30 минут. Қайнап атқан суымыздың бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Міндетті түрде алып тастаңыздар, өйткені бұны банкіге жапсаңыздар атылып кетуі мүмкін. Сол үшін алып тастасаңыздар, банкілеріңіз атылмай ұзаққа шыдайтын болады. Осылай барлық көбіктерін алып тастадым. Жарты сағат қайнататын боламыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Жарты сағат қайнатып болғаннан кейін құмшекерін өздеріңіздің дәміне қарай құмшекер қоссаңыздар болады. Описанияда қанша мөлшерде қанша кететін бәрін жазып кететін боламын. Міне біздің натуральный согымыз дайын болды. Өте қою, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.